Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі әдебиет сабағының тақырыбы Сұлтанмахмұт Торайғыров және Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармашылығы туралы болады. Бүгінгі сабақта сіздер Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өмір жолы мен шығармашылығымен танысатын боласыздар. Сонымен қоса, ақынның өлеңдерін талдай отырып, ақынның мақсатын анықтаумен, меңгерумен танысасыздар. Жалпы, міне көз алдарыңызда ақынның шағын өмірбаяны тұр. Бұл жерде Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 2 жасынан бастап анасынан айырылғанын, 6 жасына дейін әжесінің тәрбиесінде болғанын көре аламыз. Сонымен қоса, Сұлтанмахмұт Торайғыров өзінің әкесінен ескіше хат танып, 13 жасында әлі Тортай, Мұқан, Әбдірахман деген молдалардан дәріс алған болатын. Ақынның ақындыққа бет бұруына 13 жасынан бастап осы ауыл молдалары өзіндік үлесін қосты. Оның ішінде Мұқан молданың тәлімі Сұлтанмахмұт Торайғыровтың ақындыққа бет бұруына өзіндік әсерін тигізді. Міне оқушылар, көріп отырғандарыңыздай, ақынның өлеңдері әр түрлі тақырыпта жазылған өлеңдерін көріп отырсыздар бұл жерде. Жалпы 1911 жылы жаңаша оқыған Нұралы ұстазының көмегімен қазақ, татар тілдеріндегі әдеби кітаптармен, газет-журналдармен таныса бастайды. 12 жылы Троицк қаласындағы Ахун Рахманұлы медресесіне түсіп, бірақ бұнда 1 жылдай ғана оқиды. Себебі ақын өкпе ауруына шалдығып, оқуынан шығуына тура келеді. Бұл жерде оқып жүріп, медреседе оқып жүріп, ақын әртүрлі тақырыпта өлеңдерін жазады. Оқып жүрген жастарға, шәкірттерге ендігі бет алыс, оқудағы мақсат не деген секілді көптеген оқуға қатысты, білім алуға қатысты тақырыптағы өлеңдерін жазады. 1913 жылдың күзінде жаңағы Троицкіге қайтқан Торайғыров Айқап журналына жауапты хатшы болып жұмысқа орналасады. Бұл жерде өлең һәм айтушылар, ауырмай есімнен жаңылғаным, қазақ тіліндегі өлең кітаптар жайынан, қазақ ішінде оқыту туралы деген секілді әңгімелерін, мақалаларын журналға жариялай бастайды. Журналда аз ғана уақыт қызмет етіп, 14 жылдан бастап Баянауылға, өзінің туған елі Баянауылға оралады. Бұл жерде ақын қоғамдағы мәдениетсіздікті, сауатсыздықты жою мақсатында, мәдени ағарту жұмыстарын жандандыру мақсатында шоң серіктігі деген ұйым ашпақ болады. Бірақ бұл белгілі бір себептермен жүзеге аспай қалады. Осы жылы орысша оқу іздеп Семейге барып оқу іздейді, бірақ өзінің жаңағы денсаулығына байланысты оқуға түсе алмай, ақын өзінің ақындық жолын әрі қарай жалғастырады, ұштастырады. Міне әр түрлі тақырыпта өлеңдерін жаза бастайды. 1916 жылы, 17 жылдары Томск қаласында орысша оқиды. Сонымен қоса, 17 жылдағы төңкерістен кейін Семей қаласында құрылған Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің жұмыстарына қатынасып, Алаш ұранын жариялайды. Бірақ ауруы асқынған ақын оқудан да, жұмыстан да қол үзіп, 18 жылы сәуірде еліне біржола оралады. Енді ақынның романдары мен поэмалары, Қамар сұлу және Кім жазықты романдары бар, Таныстыру, Адасқан өмір, Кедей, Айтыс деген поэмалары бар. Енді осы романдарына тоқталатын болсақ, жалпы Қамар сұлу романында әйел теңсіздігі мәселесін көтеретін болады. Жалпы әлеуметтік тұрғыда жан-жақты суреттеп, қоғамдағы әйелдің орны, әйел теңсіздігі, осы туралы проблемаларды жазады. Кім жазықты романында ауыл өмірінің шындығын жан-жақты суреттей келе, қазақ халқының шаруашылық тұрғыдан дамымағанын,
талапсыздықпен шаруаға қырсыздығы, жалқаулығы, алауыздығы деген секілді проблемаларды жан-жақты суреттеп, жаңағы осы қасиеттердің кесірінен, осындай бір жалқаулықтың, алауыздықтың, әртүрлі жаңағы талапсыздықтың кесірінен қоғамдағы мәдениетсіздіктің, сауатсыздықтың басым болуы осы мәселелерге келіп саитын жазады. Ал енді поэмаларына тоқталатын болсақ, ең алғашқы поэмасы таныстыру. Бұл поэмада ақын Алашорда қозғалысы өкілдерін елге танытуды мақсат етеді. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтар таныстырып, олардың бірін күнге, бірін шолпанға, бірін айға теңеп жазады. Алаштықтардың қазақ қоғамына әкелген өзіндік үлесі, пайдасы, сауатсыздықты жою, мәдениеттілікті қалыптастыру жөніндегі жасаған көптеген еңбектері туралы саралап жазылады. Сонымен қоса, қазақтың көрнекті тұлғалары Абай мен Шәкәрімді де осы поэмасында ерекше атап көрсетеді. Сонымен қоса, Айтыс поэмасы бұл толық аяқталмаған шығарма, поэма. Бұл жерде ақын қала ақыны мен дала ақынын айтыстырып, екі ортаның қайшылықты жақтары, адамға пайдалы тұстарын қатар алып суреттейді. Адасқан өмір және кедей поэмаларының негізгі сарыны қоғамдағы әділетсіздік себептерін ашу, теңсіздікті іздеу болып табылады. Ақын бұл жайларды қазақ ауылы шеңберінен шығып, капиталистік қоғамға тән мәселелер ретінде қозғайды. Жаңағы ауылдағы, қоғамдағы мәдениетсіздік, қоғамдағы сауатсыздыққа ауыл адамдары емес, сол уақыттағы жүйе, сол уақыттағы саясат, сол уақыттағы капиталистік қоғам себепкер деп айтады. Адасқан өмір Торайғыров шығармаларының ең үлкен көлемді, зор табысты шығармалары болып саналады. Мұнда ақын аз ғұмырында көзімен көрген, өзі көріп, өзі оймен түйген, білім-білігімен таныған тұрмыс өткелдерін өзіне ғана тән асқақ үнмен ашына ақтарыла жырлайды. Поэманың лирикалық кейіпкері түрлі кәсіппен шұғылданса да, ешбірінен қанағат, теңдік таппай, әділетті қоғамды аңсайды. Шығармада ақын түсінігіндегі болашақ қалай болу керек, қоғам, алдағы уақыттағы қоғам қалай болу керек деген секілді бейнелер жасалады. Шығарманың негізгі идеясы адам өмірді өз тілегіне бағындыра алады және соған ұмтылу керек деген секілді оптимистік қорытындыға келеді. Кедей поэмасының бас кейіпкері өз ортасынан әділдік таппайды, қоғам мен адам арасында қайшылықты бітіспес күреске ұластырады. Енді жаңағы айтқан болатынбыз, Айтыс шығармасы, поэмасы ақын қайтыс болғаннан кейін, қайтыс болып кеткеннен кейін аяқталмай қалды. Кейін 1922 жылы Қазан қаласында белгілі ақын Бернияз Күлеев бастырған Адасқан өмір және 33 жылы Қызылордада шыққан Сұлтанмахмұт Торайғұлының толық шығармалар жинағы кітаптарында жариялады. Бұның жариялануына өзіндік үлес қосқан Бернияз Күлеев және Жүсіпбек Аймауытов болды. Енді балалар сендердің кітаптарыңда шәкірт ойы өлеңі берілген. Осы өлеңді толық оқып, идеясын анықтап, үйге тапсырма ретінде аласыздар бұны. Келесі сабаққа шәкірт ойы өлеңін жатқа айтуға және де өлеңдегі басты мәселе не, тақырыбы не, идеясы не деген сұрақтарға жауап беріп келесіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.